Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Айгерім. Бүгін сіздерге осылай формасын ұстап тұратын, ешқандай да сынбайтын, арасы осындай тесік-тесік болып шығатын құймақтың жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Осы видеоның описаниесіне қажетті құрамының барлығын жазып қоямын. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты салып, жақсылап араластырып аламыз. Мен бұл рецепт бойынша 2 есе жасап жатырмын. Маған көп құймақ қажет болғандықтан сұйық май құямыз. Кішкене араластырып жүреміз сұйық май араласқанша. Сүт құямыз. Сүт міндетті түрде жылы болу керек. Онды електен өткізіп аламыз. Осылай аз-аздан құйып отырып, араластырып отырамыз. Араластырған кезде ешқандай түйіршік қалмауы керек. Енді қайнаған суды құямыз. Барлығын бірдей құймай, аз-аздан құйып отырамыз. Дәл осы видеодағыдай. Тұз салу есімнен шығыпты, сол үшін соңынан қосып жібердім тұзды. Құймақ дайын, кішкене сұйықтау болды. Табаны мен басында кішкене осылай майлап аламын. Құймақты табаға құяр кезде табаны міндетті түрде қыздырып барып құямыз. Екі бетін осылай қызартып пісіріп аламыз. Егер де видеом пайдалы және ұнаған болса, лайк басып өз пікіріңізді жазуды ұмытпаңыз. Түсінбеген жеріңізді комментарийге жазыңыз, міндетті түрде жауап беремін. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз. Және тіркелу батырмасын басқан кезде қоңыраушаны да қосып қоюды ұмытпаңыз. Сонда менің видеомды бірінші болып көретін боласыз.